Бәріңе сәлем, бұл Атырау жастары өткен аптада қандай жаңалықтар болды, бірге білейік. Тәуелсіздік ұрпақтары грантына конкурс басталды. Биыл бұл мақсатта 3 миллион теңгеден 30 грант бөлу жоспарланып отыр. Гранттың мақсаты белсенді шығармашыл жастар қауымдастығын қалыптастыруға бағытталған жастардың жаңа және қолданыстағы бастамаларын мемлекет тарапынан қолдау. Конкурсқа Қазақстан Республикасының 14 жастан бастап 35 жасқа дейінгі азаматтары үміткер бола алады. Қосымша ақпаратты Атырау облыстық ішкі саясат басқармасынан біле аласыздар. Қазақстанда бұрын соңды болмаған байқау Атырау қаласында өтті. Атырау қаласының базар жастары арасында ұйымдастырылған базар фест. Үздік телефон жөндеуші конкурсында телефон жөндеуші жастар бақ сынады. 16-35 жас аралығындағы 12 жастың қатысуымен өткен байқауда қатысушылар 2 бөлім бойынша жарысты. Алғашқы бөлімде теориялық бағытта телефон тақырыбына қатысты 18 сұрақтан құралған тест сұрақтарына жауап беріп, логикалық тапсырмаларды орындаса, екінші бөлім практикалық тұрғыда телефон экранына шапшаң әрі дұрыс қорғағыш пленка жапсырып, ең аз уақытта телефонды шашып кері жинады. Байқау қорытындысы бойынша жеңімпаздарға ақшалай сыйлықтар табысталды. Өзгеріс көшбасшылары жас саясаткерлер мектебі аясында жоба қатысушылары Аманат партиясы Атырау облыстық филиалы төрағасы Абдолла Хамилұлымен кездесу өтті. Кездесуде Абдолла Хамилұлы жастардың сұрақтарына жауап беріп, Аманат партиясының жастарға арналған жобаларын таныстырып өтті. Сонымен қатар партияның басты мақсаты сайлауалды бағдарламаның орындалу барысы туралы ақпарат берді. Өз кезегінде қатысушылар өз ойларында жүрген сұрақтарын қоюға мүмкіндік алды. Докторантураға түсу емтихандары басталды. Жалпы республикалық бойынша түсу емтихандарына 3577 адам қатысады және 21 тамызға дейін жалғасады. Ал нәтижесі келесі күні түсушінің жеке кабинетінде қолжетімді болады. Апелляцияға өтініш докторантураға түсу емтиханы өткізілген жоғары оқу орнының базасында нәтиже жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13:00-ден 13:40-қа дейін қабылданады. Сұхбаттасу нәтижесі жеке кабинетте қолжетімді. Атырау қаласының жастар ресурстық орталығы 12 тамыз халықаралық жастар күніне орай Атырау облысында болған төтенше жағдай кезінде ерікті түрде белсене араласқан волонтерлер үшін ел игілігіне қызмет еткен ерікті атты кездесу өткізді. Іс-шара барысында спикерлер құрмет орденінің иегері Әлия Сиғуатқызы, шапағат медалінің иегері коуч, бизнес-тренер Алтынгүл Атабаева және халық алғысы медалінің иегері блогер Дария Ерболатқызы сөз сөйлеп, төтенше жағдай кезіндегі оқиғаларын айтты. Әрі қарай қонақтар үшін арналған қызықты ойындар мен фасилитациямен жалғасып, шара соңында еріктілерді орталық басшысы алғыс хатпен марапаттап, арнайы сыйлықтарын табыстады. Шараға 60-қа жуық ерікті қатысты.